Оразада мұсылмандар ауызды құрмамен ашуды сүннет деп санайды. Ендеше құрма туралы толық мәліметті бізбен бірге біле отырыңыздар. Мәліметті білместен бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс. Тігінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарда өседі. Құрма өсіру шаруашылығын көбіне Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр, Судан сынды мемлекеттер айналысады. Аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтардың түбімен бүріктеліп өріліп өседі. Төбе жағындағы әдемі шашақты жапырағының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Құрма отырғызғаннан кейін 4-5 жылдан соң барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 келіге дейін жететін бір шоғырына 1000-нан аса жеміс бітеді. Әр ағашынан 40-80 келі жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді. Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Мәселен, Израильде жүргізілген зерттеуде құрма мен алма салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен құрма 21 түрлі жағдайда адам ағзасына ем. Құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе, ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді. Құрма көз жанарын көру қабілетін жақсарта алады. Сәбіздегідей оның құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әлі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға тапсырмасы өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланады. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы құрманы ерінің күш қуатын арттыру үшін қолданып келеді. Ол үшін жемісті ұнтақтап, елдерінің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар көрінеді. Шаш шыңғыс болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері де көп. Құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Адамды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне де бай. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қаны аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс. Өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жынысын тыныштандырып демалдырады. Сонымен қоса құрманы жатардан бұрын жесе, сол ауруына қарсы өте пайдалы. Жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып, және де физиологиялық өзгерістер жүреді. Нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі басталады. Сондықтан жүкті әйелдер құрамында осы элементі бар тамақтарды жеуі тиіс. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қаназдықтың алдын алады, және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруға маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай. Сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттардың дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды.
Құрманы әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес береді. Айта берсек, құрманың пайдасы өте көп. Біз видеоның соңына да келіп жеттік. Егер біз айтқан құрма жайлы дерек пайдалы болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.